bir-birimizге назарат қарау үшін, bir-birimizге көңіл бөлу үшін, сабағымызды көңіл өткізу үшін тақтаға назар аударайық. Мына тақтада әрқайсымыздың өзіміздің көгершіміз бар деп есептейміз. Сол көгершімді ұшыра отырып, бүгінгі сабаққа бір-бірімізге деген құрмет, бір-бірімізге деген ізгілік мақсатта әр көгершімге ұсына келіп, яғни мен өзім айта берейін. Мына жерде Айзер айта қойшы, не жазған екен? Біз ұйымшылмыз. Жақсы, өте жақсы. Аружан? Біз мейрамдамыз. Жақсы. Келесі топтар. Айзер. Біз талаппыз. Біз талаппыз. Өте жақсы. Біз белсендіміз. Негізі жақсы. Асқар. Келесі. Біз ғалымбыз. Біз ғалымбыз. Жақсы. Келесі көгершімде біз ғалымбыз деп Гүлдара айтамыз. Біз көңілдіміз. Біз көңілдіміз. Жақсы. Гүлдара өте жақсы балалар. Енді осы сабақтың бірінші назар аудару мақсатында осындай сөздер біз бір-бірімізге мейірімдіміз, яғни таланттымыз, біз белсендіміз, біз ғалымбыз. Олай болатын болса, болашақ біз осы айтылған сөздерге біз дайынбыз, болашақтың біз осы ғалым, яғни тәртіпті, белсенді, көңілді екенімізді сабақта көрсететін боламыз. Қосымша айтып жіберейін. Мына жерде суретке қарасақ, Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсын, Шәкәров суретін көріп отырмыз, портретін. Бұл суретте қазақ ойшылдарының қазақтың балаларына, ата-аналарына өз ойын өсиетін қалдырып кеткен. Соны байқауға болады. Енді бұл жерде қағазға түсірмей-ақ, бұл Абай Құнанбаевтың анадан атадан бала туған, алғаш туғанда бесік болып тумайды деген сөзіне қандай анықтама беруге болады. Немесе Ахмет Байтұрсыновтың балаларды, ата-аналарды ең бірінші тәрбиелеуге, білім алуға үйреткен. Тәрбиелеу жеткіліксіз білім алу, одан да біздің толыққанды азамат болуын қалыптастырады деген. Осындай ғұламалардың сөздерін қаншалықты әр топтан өз білетін ойға ортаға салып берсек, Айзер айта аламыз ба осы бала тәрбиесіне қатысты қазақ ойшылдарының сөзін? Мысалы, Абай Құнанбаевтың сөзін айтатын болса, бұл адам ата-анадан туғанда есі болмайды. Яғни ол өзі жақсыны мен жамандықты біледі, көп нәрсе өзі кейін ескереді. Дұрыс. Әр нәрсе ұстап, біліп, сезу арқылы, яғни есті болады, ескереді. Қай ғұлама аталарымыз бар? Ахмет Байтұрсынов айтып кеткен, егер адамдарға басқару денсаулық болса, жанның барлығы білім мен өнер дейді. Осы екі ілім арқылы ғана өркениет қатарында адам өз орнын таба алады. Және басты міндет балаларға мамандық табу, білім беру, қолөнер үйрету. Өте керемет, жақсы. Яғни еңбекпен қолөнерді тәрбиелеу. Келесі ие болатын көрсетіп отырмыз. Сонымен қатар, яғни біз үлкен қарттарға құрмет көрсетуге, оларды сыйлауға, құрметтеуге біз құқығымыз бар және міндет болып табамыз. Енді осы тақырыпта көрсетілгендей ата-аналардың міндеттері де бар. Біздің яғни бүгінгі сабақта оны біз бейне көрсетілім арқылы осы бейне көрсетілімде не түсіндік? Бала құқықтары керемет сөздер жазылған екен. Мақал мәтелдерде нақыл сөздерде айтылды. Бала құқықтарының жан-жақты және қорғалатындығын оқыдыңдар. Өз ойларыңды өздеріңді осы постер арқылы тұрғызасың. Әрбір өз ойын мына көрсетіліп отырған плакатқа қағазға түсіріп қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, және тәлім тәрбиесін қамтамасыз етуге міндетті көрсетіңіз. Ата-ананың балалығында жеке және мүліктік мүдделерін сотта өзге де органдарда қорғауға құқылы. Ата-ана тіпті бөлек тұрса да баланың тәрбиесіне қатысуға, онымен қарым-қатынас жасауға құқылы. Және де ескерілген жайт, ата-ана өз құқықтарын баланың мүдделеріне қатысы келетіндер қолданбауы тиіс. Ата-аналардың бала алдындағы құқықтары мен міндеттері. Құқықтар дегеніміз әрбір баланың дүниеге келгеннен бастап қауіпсіз өмірге негізделген құқықтары. Екінші баланың міндеттері дегеніміз баланың орындауға тиісті жауапкершілігі. Бала құқықтары білім алуға және дамуға, құқығы денсаулығын қорғауға, өз ойын еркін айтуға, медициналық көмек алуға және кәмелетке толмаған балаларды ауыр жұмысқа салуға құқылы. Баланың міндеттері, баланың мектептегі міндеттері, мектеп жарғысын сақтауға, жақсы оқуға, мекеме қызметкерлері мен басқа оқушылардың абыройын сыйлауға міндетті. Жақсы, өте жақсы. Балалардың құқықтары міндеттері жан-жақты айтып өткен сияқты. Яғни балалардың құқықтары мен
міндеттен айырмашылық бар ма балалар? Оқушылар? Бар екенін айтуға болады. Яғни құқық пен міндеттің екеуін ажырата білуге біз көрсетеді деп есептейміз. Басқа алып қосаларымыз болмаса жақсы, керемет жақсы отыра тұрмайды. Бірінші, заңды сақта және тәртіпке бағыну. Әрбір кәмелетке толмаған жас бала заңдарды, қоғамдық заңға бағынуға міндетті. Егер ол ұрлық, бұзақылық немесе басқа адамның құқығына өтетін болса, заң алдында жауап беруі мүмкін. Бала да жауап береді, әлде ата-ана ма? Бала да, яғни оған ата-ана да міндетті, ал егер оның жауапкершіліктің көлеміне қарай, ауырлығына қарай, кім жауап береді? Бала да жауапқа тартылады екен. Оны есте сақтаймыз. Өте жақсы. Айта беріп, Гүлдана. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес әрбір бала білім алуға, орта білім алуға міндетті. Жай ғана мектепке барып қою ғана емес, өзінің білімін жетілдіру және де болашақта қоғамға өз пайдасын тигізу. Пайдасын тигізуге тәрбиелеу керек, оған білім алуға құқылы етеді. Яғни Асхат не айтамыз? Осыны айтатын. Әр бала өз үйінде тиісті жұмыстар жасау керек. Мысалы, үй жинауға, өзінің кіші бауырларына қарасу, ата-анасына қол көмек беруге бұл жұмыстар еңбекке баулу мен жауапкершіліктің бір бөлігі. Дұрыс айтасың. Яғни баланың ата-ана алдындағы міндеті мен құқықтары, яғни ата-анаға құрмет соның ішінде үлкен хаттарға көмектесу керек. Жарайды, жақсы, біздің құқықшылар тобы өте керемет өз таңдап қорғап жатыр. Рамазан айтатын шығар ма? Әрине бар. Яғни әр бала ересек адамдарға және табиғатқа қоршаған ортаға сыйластықпен қарауға тиіс. Жұмылдарға жүгіріп қоймай айналасына әрқашан көмек тигізіп жүру керек. Жақсы, балалардың міндеттері құқықтарын жан-жақты айтып берген сияқты, оқушылар тыңдап отырсаңыздар. Яғни бізге бұл өте маңызды біз үшін, өте өзекті, сондықтан балалар өз міндеттерін біліп жүрейік. Өте жақсы отыра береді. Жақсы. Қорғап, оған дұрыс тәрбие мен сапалы білім беріп, рухани және материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету. Яғни қорытындылай келе ата-ананың бала алдында құқығы мен міндеті оның баланың дұрыс өсіп өнделуіне негіз болып табылады. Бұл ата-ананың құқығы және бала алдындағы міндеттен айтып беруі міндет дегеніміз ол баланың тәрбиесі және сапалы білім алуы, оның материалдық жағынан қауіпсіздік жағынан қамтамасыз етілуі. Жақсы, өте жақсы. Балалардың құқықтары мен міндеттеріне және ата-аналардың міндеттеріне жақсы тоқталды. Бұл жерде, яғни ата-ананың бала алдындағы міндетті істердің тақырыптары. Солай ма? Енді жан-жақты ата-аналардың балалар алдындағы құқықтары мен міндеттері. Сіздерге теңдік топ түсінікті ғой, әділет тобы. Келесі сұрақты оқиды, еңіліп, теңдік тобы оқиды. Екінші тапсырмасы тақырыбы бала міндеті тапсырмасы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес бала міндеті атамыз. Отбасындағы міндетті атамыз. Жақсы түсінікті ғой, келе отырыңыз. Тақырыбы бала құқығы тапсырма бала құқығы таңдарын неке және отбасы туралы кодексі бала құқығы туралы конвенция. Бала құқықтары туралы конвенция, неке және отбасы туралы. Бұл жерде өзім оқып жіберейін. Бала құқықтары, яғни бала құқықтарына анықтама беріңіздер дейді. Яғни бұл жоқ жұмыс. Енді осыны біз үш топ әрқайсымыз көз бетінше орындап боламыз. Мына жерде бала құқықтары туралы, яғни қосымша сіздерге сұрақтар берілген көмек. Бұл жерде бала өмір сүруге құқылы өздері айтып береді. Өмір сүруге топта шықпай қалады. Сұрақ, заң дегеніміз не? Кім айтады? Аружан тездетеміз. Бармаса қолдар ережелер. Дұрыс, өте жақсы. Қошемет келесі топтан шығып болады деген сұрақтан жеке жұмыс еткені. Заң мақсат ететін адам табиғатына жаратылысына сай әрекет жасау мүмкіндігі. Жарайды, жақсы. Қазір көрейік, жауап көрсін. Жақсы, өте. Келесі сұраққа дайындалып отырайық. Мына жерде құқық сақшылары бізде айтамыз. Бар ма бұрын? Давай. Ана топтан шықты, әрбір топтан өзгереді. Көрейік. Балаларына қандай орта қалыптастырылуы шарт? Қауіпсіз жұмыстары. Көрейік.
Жақсы, өте жақсы. Барлық сұраққа жауап берген оқушылар мүмкін оңайда болуы мүмкін, неге құрметті оқушылар, неге келесі сұрақтарға жауабымызды алдық. Барлығы дұрыс, яғни түсінікті деп есептейміз. баланың отбасы алдындағы мектеп алдындағы құқықтарын Өте жақсы. оның міндеттерін және ата ананың балаға не істеу керегін, қандай жағдайлар жасау керегін, оның құқықтары мен міндеттерін